Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, математика сабағымызға қош келдіңіздер. 69-шы сабақ есептер шығару деп аталады. Сабағымызды бастамас бұрын, осыған дейін есеп дегеніміз не екенін өткенбіз. Ережені бір қайталап алайық. Есеп бізде 4 бөліктен тұратынын өткенбіз. Ол бізде есептің шартында бізде жалпы түсіндірме бөлігі болады. Мысал үшін, ұшу алаңында 6 ұшақ тұрды, 2 ұшақ келіп қонды. Бұл есептің түсіндірме бөлігі, есептің шарты деп аталады. Бұл бірінші бөлігі. Одан кейін есептің сұрағы болады. Неше ұшақ болды? Яғни барлығы қанша ұшақ болғандығын сұрап тұр. Одан кейінгі бөлігі бізде есептің шешуі, яғни біз барлығы қанша ұшақ екенін қалай табамыз? Қосамыз ба, азайтамыз ба? Шешу жолымыз есептің шешуі болады. Одан кейінгі бөлігі есептің жауабы. 6 қосу 2 тең болады 8 есептің шешуі болса, жауабымыз толық жазылады. 8 ұшақ болды. Яғни барлығы 8 ұшақ болды. Сонымен есеп болу үшін тек қана қосу амалы немесе азайту амалы жеткіліксіз екен. Бізде міндетті түрде есептің шарты болу керек, сұрағы болу керек, шешуі және жауабы болуы қажет екен. Енді бүгінгі сабағымызға көшейік. 69-шы сабақ есептер шығару. Бұл сабақта біз есептер шығаратын боламыз, өткен тақырыпты пысықтаймыз. Бірінші тапсырмамыз есептер құрастырып, оны шығару. Яғни, берілген суреттер бойынша өз бетімізбен есептер құрастырамыз. Бірінші суретке назар аударайық. Тұрақта қанша велосипед тұрғанын қарайық. Тұрақта 10 велосипед тұрды. Енді байқап тұрсаңыздар, неше бала келді? 4 бала келді. Олар 4 велосипедті алып кетті. Енді қысқаша жазып үйренеміз. Болды неше велосипед? Дұрыс айтасыңдар, 10 велосипед. Алып кетті неше велосипед? Дұрыс айтасыңдар, 4 велосипед. Қалды қанша велосипед? Байқап тұрсаңдар, велосипед деп ұзағынан жазбаймыз, қысқаша жазып үйренеміз. В деп велосипедті белгілеп қоямыз. Енді есептің шешуі. Бұл жерде тұрақта тұрған 10 велосипед болған, одан алып кетті 4-еуін, 10 азайту 4 тең болады қанша? Дұрыс айтасыңдар, 6 велосипед. Енді жауабын толық жазамыз. Астына жауабы 6 велосипед. Бұл бізде қысқаша жазылу түрі. Енді бізге бұны жазып ұзақ уақыт кетеді десек, таңдау бар. Осындай сызба түрінде де белгілеуге болады. Мына жердегі ұзын сызық барлығы дегенді білдіретін болса, бізде болды 10 велосипед барлығы. Алып кетті 4 велосипед. Қанша қалды деп тұр. Міне 10-ды барлығын 2-ге бөліп тұр, байқасақ. Яғни қанша қалды деп қысқаша жазуына осы сызбаны сызып, ары қарай шешуін және жауабын жазу қалады. 10-ның құрамын есімізге түсіреміз. 6 және 4. Өте жақсы. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада өз бетімізбен жұмыс жасау қажет. Берілген есептерді шығарамыз. Қысқаша жазылуын, дәл жаңағы көрсетілгендей, қысқаша жазылуын және шешуін, жауабын жазуымыз қажет болады. Қане бірге оқып көрейік. А. Балалар дене шынықтыру сабағының мұғалімімен бірге велосипедпен саяхатқа шықты.
Олардың 5-еуі қыз және 4-еуі ұл. Барлығы неше бала саяхатқа шықты? Енді бұл жерде қысқаша қалай жазуға болады? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Қандай балалар шықты? Қыз бала шықты және ұл бала шықты, е? Қыз бала нешеу? Қыз 5. Ұл нешеу екен? 4. Қыз 5, ұл 4 деп жазамыз. Барлығы сұрақ. Шешуін. Барлығын есептейтін уақытта біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 5 пен 4-тің қосындысын есептейміз. Шешуі 5 қосу 4 тең болады 9. Енді жауабын толық жазамыз астына. Жауабы барлығы 9 бала шықты деп. Келесі нұсқасын қарап көрейік. Саяхатқа 9 бала шықты. Белгіленген орынға бірінші болып 6 бала жетті. Жолда әлі неше бала бар? Яғни бізге барлығын беріп тұр сызба бойынша, е? Сызбаға назар аударайық. Бізде барлығы 9 бала екені белгілі. Енді есепте бізде айтып тұр, е, балалар? Белгіленген орынға, мына жерде 9 болатын болса, белгіленген орынға 6 бала жетті дейді. Енді осы 9-дан қанша бала енді келеді? Қанша бала енді келетін қалды деп сұрап тұр екен. Қысқаша жазылуын құрастырайық. Негізгі тірек сөздерге назар аударамыз. Яғни бұл жерде не істеді? Шықты 9 бала, жетті 6 бала. Енді жолда әлі неше бала бар дейді. Қалды сұрақ қоямыз. Шешуі. Бұл жерде барлығы белгілі болғандықтан үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 9 азайту 6 тең болады 3. Енді жауабы толық жазылады. 3 бала бар немесе қалды деп жазамыз, е? Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 3-ші тапсырма бізде жұптық жұмыс дейді. Біз онлайн сабақ оқып отырғандықтан жұптық емес, бұл тапсырманы уақытқа орындауға кеңес беремін. Үйдегі аналарыңыздан, әжелеріңізден, ағайларыңыздан көмек сұрап, телефонның секундомерін қосып қойыңыздар. Мына берілген амалдарды жылдам-жылдам қанша болатынын шығарып, неше секундта немесе қанша уақытта орындағанын астына жазып қоюды кеңес беремін. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма сиқырлы сандарды тап дейді. Байқап тұрсақ, бізде 3 велосипед берілген, тең болады 90 дейді. Яғни балалар, егерде суретіміз бірдей болатын болса, әртүрлі сандар емес, бірдей 3 санның қосындысынан 90 саны шығу керек. Қандай бірдей 3 санды қосқан кезде 90 саны шығады? Ойланып көріңдер. Шыққан санды мына велосипедтің жанына өзімізге черновикке бір жерге жазып қояйық. Енді осы қара велосипедтен шыққан санды мына жердегі астындағы велосипедтің орнына қоятын боламыз. Сонда осы санға нешені қосқанда 50 саны шығатынын шығару бізге өте оңай болады. Енді мына жерде шыққан велосипедтің санын астындағы велосипедтерге міне екеу бірдей тұрса, сол санды 2 рет қайталап жазамыз. Қалған санды есептеу бізге жеңілірек болады. Тең болады 80 болатындай есептейміз. Жаңағы оқулығымызда берілген нөмірі 1-ші және нөмірі 2-ші есебіміз біздің жұмыс дәптеріміздің 8-ші бетінде орналасқан.
Осы жерге есебіміздің берілген шартын, шешуін және жауабын толықтырып жазамыз. Сызбаларды толықтырамыз. Және астындағы жаңағы бізде оқулығымыздың 3-ші тапсырмасы жұптық жұмыс болған, тура соған ұқсас 3-ші тапсырманы секундомермен жылдамдыққа орындап көреміз. Сонымен бүгінгі математика сабағымыз аяқталды. Есептер шығару тақырыбын пысықтап, тағы да бір қайталадық. Сенің қолынан келетініне сенімдімін. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін.